رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان Ораза қабыл болсын. Бисмилlah, вальхамдулилlah, вассалату вассаламу аля сайидина расулиллах, ва алихи ва сахбихи ва ман вала, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тарауих намазының артықшылығы қандай? Тарауих Рамазан айының түндерінде оқылатын намаздың бірі. Негізгі мағынасы тынығу, демалу дегенді білдіреді. Өйткені ол ұзақ уақыт орындалғандықтан 2 немесе 4 ракағат оқыған сайын тынығу үшін айтылған. Тарауих намазының үкімі сүннат муаккада, яғни бекітілген сүннет. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны Рамазанның кейбір түндерінде орындап, кейін орындамаған. Орындамауын себебін сендерге парыз болып қалама деп қорқтым деп түсіндіреді. Тарауих намазы 20 ракағаттан тұрады. Оны 2 немесе 4 ракағат етіп оқуға болады. Жеке үйде орындаса да рұқсат, бірақ мешітте жамағатпен оқу сүннату кифаия болып саналынады. Яғни кейбір адамдар оны орындаса басқалардың мойнынан түседі. Бірақ бір ауыл оны орындамаса, онда барлығы күнәһар болады. Тарауих намазы құптан намазынан кейін, яғни құптан намазының парызын, сүннетін оқып, соңынан тарауих намазын оқиды да, артынан өтір намазын жамағатпен орындайды. Өтір намазы тек осы Рамазан айында ғана жамағатпен оқылады. Бұл иджма бойынша бекітілген үкім. Артықшылығына келсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім Рамазан айында шынайы иманмен және де ықыласпен сауапты үміт етіп, түнді намазбен өткізсе, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі деген. Сонымен қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында менің үмметіме бұрынғы пайғамбарларға берілмеген 5 ерекшелік берілді. Соның бірі ретінде Рамазанның алғашқы түні келгенде Алла субхану ва таала пенделеріне рахметімен қарайды. Кімге Алла субхану ва таала рахметімен қараса, оны ешқашан азаптамайды делінген. Сондықтан да Рамазанның алғашқы түнін тарауихпен қарсы алайық. Уассалаллаху та'ала аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.